Қайырлы күн, қайырлы таң, қайырлы кеш, құрметті тыңдармандар, тыңдап отырған адамдар. Бұл формат бізде әңгіме форматында болады, разговорный видео дейміз ғой. Және де бұл көбінесе тарих туралы болады. Мүмкін болашақта басқа да тақырыптарға қатысты болуы мүмкін, бірақ мен оны білмеймін. Әзірге бұл бізде тарих туралы болады. Бүгін тарих туралы әңгімелейміз. Жалпы бұл ой маған қалай келді, неге келді, не үшін келді, қандай себептері бар? Менің ойымша, біздің осы қазақ медиа алаңында, медиа поле деп аударып алғанмын. Қазақ тілінде Қазақстан тарихы туралы контент аздау деп есептеймін өз басым. Сіздер айтуы мүмкінсіз, мысалға TikTokта түсіретін адамдар жетеді деген сияқты да. Аттарын айтпай ақ қояйын, мынау деп. Бірақ мен бұл оймен келіспеймін. Өйткені неге? TikToktың платформа ретінде өзінің бір үлкен менюсы бар. Бұл деген мысал ретінде көрсетейін. Мысалы, 1-2-3 минуттық видео қазақ тарихының какой-то бір эпизодына қатысты дейді. Соны қарағаннан кейін адам оны өткізе салады. Астында көргенде какой-то басқа бір мен көреді. Ол манағы жоғарыдағы видеоны ұмытып қалды ол деген. Қарады, ұмытып қалды. Сондықтан ол андай популяризация, танымал етейін деген сияқты мақсатта болмаса, в принципе, пайдасы ондай үлкен емес. Именно тарихи тұрғыдан да. Екінші тип деп айтайын қазір. Осы біздегі тарих туралы контенттің типтері. Бұл енді контент, яғни Қазақстан тарихын бәріміз тапсырамыз ұбт-да. Соған қатысты бізде YouTube'да видеолар көп мысалға. Бірақ бұл видеолар 5-10 минуттық. Және де бұл видеоларда біз деген көбінесе хандарды жаттаймыз, тұлғаларды жаттаймыз, манағы даталарды жаттаймыз, шайқастарды жаттаймыз. В общем, жаттап алу деген әңгіме, бұл деген тарих болып табылмайды. Бұл жаттап алу, тестқа дайындалу, бірақ тарих емес. Оны ешқандай ол өзі сондай просто. Мен оған деген ондай болмасын деп тұрған жоқпын. Просто өзі сондай. Констатация факті деп айтайын. Енді үшінші тип, менің ойымша ең пайдалы, ең эффективності бар адамға бір ой беретін формат бұл подкаст немесе интервью. Олардың қандай пайдасы бар? Ондай жерлерге, площадкаларға көбінесе бізде көбінесе мықты тарихшылар келеді. Енді даладағы адамды алмайды ғой. Бірақ оның да өзінің мінісі бар. Тұлғалар келіп отқан тұлғалар өте мықты болса да оның мінісі бар. Бұл минус менің ойымша. Мысалға, шақырған адамдарда подкастқа, интервьюға 1-1,5 сағаттар бар. Оның ішінде олар манағы қонақтан өте көп нәрсе сұрағысы келеді, өте көп тақырыптарды қамтығысы келеді, өте көп манағы мәселелерді талқылағысы келеді. Сондықтан оларда мысалы бір сұрақ қойды, одан кейін 5 минут өтті, ол сұрақты айтты. Одан кейін манағы шақырылған қонақ өзінің ойын ашып үлгермейді. Көбінесе мен сондайды байқаймын. Мысалы, тарихшы айтып жатыр. Содан кейін интервью немесе подкасттағы отырған адамдар басқа жаққа бұрып жібереді. Өздеріне қызық деген сияқты тақырыптарға. Вот минусы сол, бірақ қарамаңыздар демеймін енді. Қарау керек. Менің өз басым әрбір контент жасайтын адамды өте құрметтеймін. Қазақ тілінде, қазақ тарихы туралы, қазақ мәдениеті туралы. Бірақ осындай менің ойымша проблема, мәселе бар. Сол мәселені шешу мақсатында мен осына жазып отырмын. Мүмкін шешер, мүмкін шешпес, бірақ попытка не пытка. Енді біз мұнда не туралы айтамыз? Қазір менде кіріспе ретінде айтайын деп отырмын. Дисклеймер деп те айтуға болады. Бірінші ойым, қараңыздар, тарих дейміз да. Тарих жалпы бұрын болған оқиғаларды реконструкциялау, яғни айтқанда қалпына келтіру, именно текстовый формате да, допустим. Жалпы оның өзінің сол ғылым ретінде мағынасы сол. Ал ғылымды алатын болсақ, түсінік ретінде бұл жаңа ақпаратты енгізу. Вообще, ғылымның мағынасы сол, жаңа ақпаратты енгізу. Сондықтан, егер біз жаңа ақпаратты енгізбесек, біз бұрынғы, мысалы, оған дейінгі тарихнаманы қайталай береміз. Сондықтан, тарихтың екі түрі бар. Бұл деген бірінші түрі, бұл бұқаралық тарих.
мемлекеттік тарих немесе халыққа арналған тарих деп айтайын. Ол бізде манағы кітаптарымызда жазылып тұр, универ кітаптарында жазылып тұр, оқулықтарында, мектеп оқулықтарында жазылып тұр. Және де көбінесе там все упрощен, былай айтқанда. Анда сюжет ретінде жүреді, мысалы, мына кезде мынандай болды, мына кезде мынандай болды, ары қарай жүре береді деген сияқты. Сериал сияқты ғой көбінесе. Оның ешқандай минусы жоқ. Мен андай ол олай, ол солай деп тұрған жоқпын. Опять же, просто констатация факта. Сондай национальная история деген түсінік бар. Және де национальная история это по идее не история. Андай, ол тарих емес, жалпы айтқанда. Бұл элемент идеологии, элемент пропаганды деп айтайық. Мысалы, осы біздің мемлекеттің пропагандасының несі, екінші вариант тарихтың ең негізгі шын тарих бұл кәсіби тарих. Манағы подкасттарға, интервьюларға келетін адамдар бұл көбінесе бізде кімдер? Кәсіби тарихшылар. Кәсіби тарихшылардың мынандай национальный тарихшылардан ұлт тарихшыларынан келіспей қалды ма? Қандай айырмашылығы? Енді қараңыздар, кәсіби тарихшы өзінің тарихын документтер, деректер, методологияға сүйеніп жазады. Ең басты мақсат бұл, мысалы, объективті тұрғы, немесе критикалық анализ. Яғни айтқанда, сен бәріне сенбеу керексің. Бұл тарихшының ең басты міндеті. Мысалы, сен деректі қарадың ба, оқыдың ба, сен оған деген барып алып, бұл осылай болған екен демейсің. Сен мысалы оны оқисың. Манағы авторы туралы білесің, басқа деректермен салыстырасың. Бірақ оны бүкіл адамдар жасау керек деген мағынада айтып тұрған жоқпын. Бүкіл адамдар осы Бұхараға арналған тарихты оқу керек. Дұрыс. Просто мен деген приоткрываю дверь, так скажем, в мир такой профессиональной истории, чуть-чуть өзім барымнан. Енді қараңыздар, қандай мысал келтіре аламын оған қатысты? Мысалға, ұлт тарихында бізде қазақ хандығының құрылу жылы бұл 1465. Мысалы, мен сізден сұрасам, қазақ хандығы қашан құрылды? Или мысалы, сырттағы адамдардан сұрасақ, олар айтады 1465 жылы. Немесе 66 дейді. 65-66 дейді. Бұл бізде шынына келсек дұрыс емес. Тарихи тұрғыдан, объективті тұрғыдан. Өйткені ондай дата, прям конкретный дата, ондай дата банаға тарихи рашидиде жазылған Хайдар Дулатимен хиджра арқылы, бірақ мысалға Хайдар Дулатиға біз анализ жасайық. Хайдар Дулати бізде 1500 жылдар шамасында туылды. 1499-500. Соның өзінде ол деген мысалға 10 жасында жазған жоқ қой енді өзінің тарихи рашид дейді. Ол уақыт өте келе жазды. Сонда қараңыздар, егер де біз 65 жыл деп алатын болсақ қазақ хандығының құрылуын, бізде оның арасында 35 жыл бар. Одан кейін мысалы бізде Хайдар Дулати өсу керек. Ол өскенде бір 40 жасында жаздық дек 75 жыл аралығында. Яғни айтқанда, это қалай аталады? Нарративный источник называется. То есть Хайдар Дулати оны екінші ауыздан естіді. Ана жерден біреу айтты ғой деген әңгіме ол деген. Сондықтан біз точно айта алмаймыз, ол былай или былай деп. Ондай вариант жоқ бізде, буквально. Өйткені басқа деректерде оған қатысты ешқандай сан жоқ, дата жоқ. Сондықтан кәсіби тарихшылар тіпті осы тақырыптың өзін кәдімгідей зерттейді. Ойлап қарасаңыз бір болмашы нәрсе сияқты. Енді 1465 бәрімізге енді ыңғайлы ғой, қарай берейік деген сияқты. Бірақ жалпы кәсіби тарихшының міндеті соны қарастыру. Немесе тағы да жалпы біздің тарихнамамыздағы үлкен қателік демей-ақ қойын, көзқарас. Бұл манағы Ақ Орда деген бөлек мемлекет болды деген мысалы түсінік бар бізде. Кітаптарда жазылып тұрады. Манағы Орда еженен келе жатқан біздің мемлекет, сол Ақ Ордадан біз қазақ хандығы ретінде шықтық деген сияқты. Ал енді қазіргі кезде алатын болсақ, мысалы 2010 жылдан кейін деген сияқты. Ой енді аздап басқаша өзгеріп жатыр кәсіби тарихшылардың арасында. Өйткені ол кезде
мынандай мемлекет мен ақ ордамын деген түсінік вряд ли существовало. Потому что ол кезде политический, саяси күштер именно тұлғалардың арасында жүреді. Мысалға айтайын, Ұрыс ханды алатын болсақ, Ұрыс хан ақ орданың билеушісі дейді. Бірақ менің өз басым күмәнім бар, Ұрыс хан вообще білгенін ол ақ орданың билеушісі екенін. Или немесе оның қасындағы жүргендері ақ орданың олар елінде тұрып жатқандарын, вот у меня есть сомнение, күмәнім бар өз басым. Өйткені ол қалай көбінесе? Это называется, допустим, Урус ханы или манағы Ұрыс ханның ұлысы. Немесе Жошыны бізде хан дейді. Жошы по идее хан емес. Өйткені ол кезде хан, андай верховный великий хан, ол кезде бізде кім? Бізде ол кезде өгейдей. Сондықтан біз оны хан деп санай алмаймыз. Өйткені ол мына үлкен Моңғол империясының ішіндегі ұлыстың басшысы. Одан кейін мысалы Бату бар. Бату бізде хан дейді. Бірақ ол хан емес, по идее. Андай логикаға салып қарасаң. Мысалы қараңыздар, Батудың кезінде Алтын Орда или улус Жучи дейміз, Жошы ұлысы, бұл деген Моңғол империясынан бөлек емес, әлі бөлектенген жоқ, самостоятельно, независимое, суверенное государство ретінде ол қалыптасқан жоқ. Ол қалай хан бола алады? Ол хан емес. То есть, мысалға, мынандай логикаға салып қарайық. Қазақ хандығында мысалы хандар болды да. Кімді алайық? Қасым ханды алайық. Енді басқа жерде біреу өзін хан деп атады делік. Ол сонда хан болып кете ма? Жоқ, ол хан болмайды, ол сұлтан болып қалады. Сондай логикамен бізде мысалға Бату және мысалға Берке, олар деген хан болып по идее есептелмейді. Если былай алсақ. Бірақ ұлттық тарихта ол солай болып қалады. Мен неге бұны кіріспе ретінде айтып отырмын? Мен жеткізгім келген ой, бұл тарихтың сюжет еместігі. Тарихтың, қалай айтсам екен, идеологияға жатпайтыны. Мысалы, Кенесары ханға қатысты қырғыздардың кітаптарын оқып қарасаңыздар, орысша жазған версиялары бар. Олардың бойынша, олардың тарихы бойынша Кенесары хан бұл деген агрессор, захватчик, келіп алып қырғыздардың манаптарына әңгіме айтты деген сияқты. Біздің ойымызша, біз әлі күнге шейін мана қырғыздарға айтамыз, ой, Кенесарының басы анау-мынау дейміз енді. Біздің ойымызша, Кенесары бұл деген осы қазіргі орталық Азияның қорғаншысы, соларға оңбаған қырғыздың манаптары көмектеспеген деген қалыптасып тұр көзқарас. Бірақ бұл көзқараста екі жағынан дұрыс емес. Объективті бұған себептері бар. Қараңыздар, Кенесары хан бұл біріншіден бізде Чингизид болғандықтан, бұл деген шыңғыс ұрпағы, олар бір елге, бір жұртқа, бір халыққа олар байланысты емес. Қалай түсіндірейін? Мысалға, Кенесарының тарихын оқып қарасаңыздар, ол деген манағы барып алып, қырғыздарға ең басты претензиясы қандай болды? Мен Чингизидпін, мен деген осындай легитимность властьте есть, сондықтан сендер маған салық төлеу керексіңдер, бүйту керексіңдер, сөйту керексіңдер деген проблема болды. Бұл жай ғана саяси қақтығыс. Оның ешқандай қазақтар мен қырғыздар қырылды деген түсінік болмау керек бұл жерде. Бұл жерде Кенесары хан саяси күш ретінде, бір единица, саяси, политическая единица ретінде барып, как политическая единица, барып алып, қырғыздың манаптарына әңгіме айтты. Бұл жерде кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деген әңгіме жоқ. Бұл саясат сол кезінде. Бұл деген өмір. Сіз ойлауыңыз мүмкін, маған бұл ақпарат неге, мен кәсіби тарихшы емеспін, не қыламын бұл деген сияқты. Бірақ мен өзімді тарихшы ретінде есептеген соң, маған бұны айтып кету керек болды. Өйткені қазір біз жалғастырғанда тақырыптарға қазақ хандығы қалай құрылды, мысалға ойрат және де қазақ арасындағы қарым-қатынас қандай болды,
өзбек хандары мен қазақ хандарының арасында қандай қатынас болды деген сияқты мәселелерге келгенде маған мен қалайын ба қаламайын ба мына ұлттық тарихқа жүгінуге тура келеді. Яғни айтқанда сюжет ретінде айтуым керек. Хочу я этого, не хочу, бірақ солай айту керек. Өйткені бізде такой укоренившееся мнение деп айтайын, то, что мысалға деген Керей мен Жәнібек бұлар деген бізде молодцы, революционері деген сияқты түсінік бар бізде мысалы. Бірақ ол олай емес. Это просто борьба или. Мысалға деген манағы 65-ші жылы Әбілқайыр ханнан кетіп қалғаннан кейін Керей мен Жәнібек олар манағы біз қазақпыз, қазақ хандығын құрамыз, бүйтеміз, сөйтеміз деген ойы болмауы мүмкін в целом. Өйткені неге мына бөлініп кетіп, одан кейін өздерінің биліктерін құру деген Чингизидтардың арасында бұл деген қалыпты жағдай. Бұл удивительный ештемесі жоқ. Мысалға деген қазақ хандығы құрылғандай, манағы Сібір хандығы құрылды, Астрахан хандығы құрылды, Крымда герейлер келді мысалға. Ол деген олар отырып алып біз Крымның бірдемелеріміз, немесе біз Сибиряки деген сияқты бұл мұндай әңгіме емес. Жай ғана саяси күрес, билік үшін. Және де қазір осы жерде мені дұрыс түсіну керек. Мысалы деген ол Кенесарыны жамандады, Керей мен Жәнібекті жамандады, бүйтті сөйтті деген әңгіме өтінем керек емес. Өйткені мен оларды жамандап тұрған жоқпын. Мен жай ғана объективті тұрғыдан қарастырғым келіп тұр. Хотя бы басында, хотя бы кіріспеде айтып кетейін деген менің осы мақсатым жалпы деп айтайын. Тағы да бір мысал келтіргім келіп тұр. Бізде мынандай конфликт бар ұлттық тарих пен кәсіби тарихтың арасындағы мынандай конфликт. Бізде манағы Керей мен Жәнібек Ұрыс ханнан тараған прадед дейді ғой, арғатасы ғой да, арғатасы болған. Сол манағы Ұрыс хан Орда еженнен тарады деген ой бар. Манағы Ақ Орда мемлекетінің қалаушысы, по идее, это не так скорее, Орда еженнің ұрпақтары. Сол Орда еженнің ұрпақтары мана оңбаған Тоқтамыш Тоқа Темірбекпен қырылды. Одан кейін оңбаған Шайбани Әбілқайырмен соғысты деген күресті немесе деген ой бар. Өте андай бекітілген ой ол бізде. Ақ Орда бар, Орда еженнен тараған деген сияқты. Бірақ оның екінші версиясы бар. Екінші версиясы бізде қазақ хандары Керей мен Жәнібек Тоқа Темірбектен тарады деген. Разница енді неде? Разница айырмашылық. Бұл Орда еженнің бірінші баласы болуы Жошы ханның, ал Тоқа Темірбек бізде 13-ші. Содан кейін жалпы мына ұлыстардың бөлінуі. Мен шынымды айтайын, өзім аздап түсінбедім неге бізде осындай екі версия бар екенін. Менің білуімше Натанзи деген тарихшы бар. Соның еңбегінде біздің хандардың генеалогиясына қатысты Орда еженнен тараған деп жазып кеткен. Манағы енді Тоқа Темірбектен Тоқа Темірден тарады деген ой бұл басқа деректерде жазылып тұр. Соған қатысты осы кәсіби тарихшылар арасында дау жүреді. Консенсус әлі табылған жоқ менің білуімше. Яғни айтқанда бір тарихшылар былай дейді, екінші тарихшылар былай дейді. Бірақ бізде жалпы ұлттық тарихта біз мына қазақ хандары Орда еженнен келе жатыр деген ой бар. Енді қорытындылайын деген ойға келдім. Қараңыздар, бұл жай ғана кіріспе, жай ғана осы тарихтың андай приколын түсіну үшін. Что вот есть профессиональная история, есть национальная история. Олар әртүрлі кәдімгідей. Олар небо и земля. Жер мен көктей, ешқандай оның по идее почти байланысы жоқ. Әрқашанда ұлттық тарих кәсіби тарихтан артында қалып отырады. Бұл сондай заңдылық. Егерде көбірек кәсібилік қосу керек десеңіз, если мына вообще біреу қарап атса,
онда айтыңыздар, мен көбірек версияларды қосамын. Мысалға деген қазақ хандығының құрылуына қатысты әңгіме айтып жатқанда, лекция емес, әңгіме, мен жай ғана әңгіме айтып жатырмын. Әңгіме айтқанда мен айтпаймын былай, былай айтам, былай айтпаймын ба, айттым да. Егер де көбірек кәсібилік керек десеңіз, мен былай айтам. Бізде екі версия бар. Бұл Орда еженнен тараған, бұл Тоқаш Темуридтен тараған. Орда еженнен тараған бұл деген мынандай деректе, ал Тоқаш Темуридтен тараған бұл мынандай деректе. Орда еженнен тарағанға қатысты қолдайтын тарихшылар бұл мына тарихшылар, ал Тоқаш Темуридтен тарады, Темурид деп қоймадым ғой. Тоқаш Темурдан, мен по идее дұрыс айтып жатырмын ба? Тоқа Тимур, по идее орысша мен білмеймін қазақшасынан. Мына Тоқа Тимурдан тарады деген тарихшылар мына тарихшылар деп айтатындай, бірақ менің ойымша бұл көп адамға қызық емес болатын сияқты. Бұл менің ойым. Сондықтан аздап микс көрем. Яғни айтқанда мына ұлттық тарихты да айтып, және де аздап кәсіби тарихтың методологиясын қосып. Бірақ мына жерде мен деген диссертация, научная работа, мақала деген сияқты мақсатта жасап отқан жоқпын. Сондықтан ондай нәрсе болмайды, кәдімгідей строгий академизм болмайды. Егерде мына серияны, әңгімелер сериясын кәдімгідей кәсіби тарихшы қарап жатса, сізге айтарым, мен біріншіден кәсіби тарихшы емеспін. Екіншіден, бірақ өзімді азап есептегім келеді сондай, бірақ мен кәсіби тарихшы емеспін. Екіншіден айтатыным, өзіңіз түсініп тұрғаныңыздай, для популяризаторство үшін маған аздап все равно ұлттық тарих керек. Өйткені ұлттық тарих бұл деген эмоция, ұлттық тарих бұл деген сюжет, ұлттық тарих деген бұл сериал. Маған ол керек болады. Хочу не хочу. Өйткені мен солай болсын, әйтеуір адамдар тарихқа, осы қазақтың тарихына, қазақтың манағы мәдениетіне қызықсын деймін. Жақсы, олар Ақ Орда болды деп есептей берсін. Ешқандай мен проблема жоқ онымен. Бірақ жалпы өзінің тарихына бір қызығушылығы болсын, мүмкіндігі болсын біріншіден. Қазір поток мысли отыр, бірақ разговорное видео, на то разговорное, что бұл просто поток мысли, да? Менің ойымша, мысалға сен видеоны аша қойғанда YouTube'да сенде деген Қазақстан тарихы туралы какой-то видео тұрса, аудио тұрса, саған оны тыңдауға бір мотивация болады. Бізде көбінесе адамдар видео қарайды, тыңдайды, тамақ жеп жатады деген сияқты. Бірақ тамақ ішіп отырып, ғылыми мақала, кітап оқып отыратын адамдар аз. И ол аз адамдар көбінесе бізде кәсіби тарихшылар, одан басқа ешкім оқымайды оны деген. Мысалы, манағы мақалаларды кім оқып жатыр? Манағы сол тарихшы болып жұмыс істейтін, немесе тарихқа өте қатты қызығатын адамдар оқиды. Басқасы оны оқымайды. Сондықтан мені егерде қателіктер жіберіп жатсам, егерде бір фактологиялық тұрғыдан ауытқуларым болса, может методологиядан ауытқуым болуы мүмкін. Егер мысалға первоисточникқа азап критикалық подходым жетпей қалып жатса, бұған былай қараңыз, бұл бізде популяризатор, бұған тимей қойып деген сияқты. Өйткені мен кәсіби тарихшы емеспін. Назарларыңызға рахмет, тыңдасаңыз рахмет. Не айтам енді? Сериялар ары қарай жалғаса береді. Бұл деген тек қана кіріспе болды. Тағы да жалғастырам. Өзіме жалпы ұнаған сияқты. Енді 25 минуттай айтып жатырмын. Сосын тағы да айтып кеткім келіп тұрғаны. Соңында енді біреу, кто дойдет, тот и послушает. Но я скажу на русском языке. Потому что я хочу хотя бы минуту побыть умным человеком, а не человеком, который постоянно подбирает слова. Вообще, в целом, этот мой запрос возник из-за того, что я смотрю русскоязычный YouTube,
или русскоязычные какие-то другие какие-то каналы телеграмные, да, и там аудио и видео контента просто море. Даже не только на тему как вот российской истории, да, а в целом по мировой истории. Это можно там на фон включить, да, а у нас такого нет. Поэтому я просто захотел это исправить. То есть у нас, как по мне, у меня лично была всегда потребность просто послушать про историю Казахстана. Не читать, не искать какие-то научные статьи, а просто сесть и послушать. Потому что бывает иногда, что читать и не хочется. Поэтому это все и создано. Енді келесі кездескенше мұны біреу тыңдаса, мен білмеймін кімнен тыңдайтыны бар ғой. Өйткені, по идее, душно получилось, очень сильно душно. Бірақ тыңдар енді біреу. Сау болыңыздар.